Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге мен Гүлбақыт Басқарбекқызы. Ұлттық құндылық, ұлт мұрасы тақырыбындағы арнайы бағдарламамды құндылықтардың төресі болған кітапқа арнағым келіп отыр. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп Хакім Абай атамыз жырлағандай, бар білімнің қайнар көзі саналатын рухани қазынамыз кітап атты ұлы құндылықтың біздің өмірімізде алатын орны айрықша. Кітап бір күн оқылып, ертеңінде ескерусіз қалатын мерзімдік дүние емес. Ол ұрпақтан ұрпаққа мирас болатын рухани құнды жәдігер екен, ұмытпайық. Құрметті достар, сіздер білесіздер ме, кітап оқудың адам баласы үшін орасан пайдасы бар. Ең алдымен сіздің сөздік қорыңызды көбейтіп, кез келген ортада өзіндік ойыңызды ашық, еркін жеткізе білуге дағдыландырса, қоршаған орта мен дүниені және өзіңізді тануға көмектеседі. Ақылына ақы сұрамайтын асыл қазынамыздың бірі кітап екенін ұмытпайық. Сөз соңында айтарым, қашанда жан дүниелеріңізге жарты сағат бөле жүріңіздер.